Сәлем, бүгін өте дәмді, салмасына алма қосылған печенье дайындаймыз. Құрамын описание бөлімінен көре аласыздар. Ең алдымен ыдысымызға ұн және де сары майымызды салып, қолымыздың көмегімен жақсылап уатып аламыз. Содан соң бір шай қасық қопсытқыш және де қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң жұмыртқа мен қаймағымызды салып, араластырып, жіп-жұмсақ қамыр илеп дайындап аламыз. Міне қамырымызды да илеп дайындап алдық. Содан соң салафанға салып, 20 минуттай тоңазытқышқа тындыруға қоямыз. Келесі кезекте салмамызды дайындау үшін ең алдымен алманың қабығын ашып дайындап алдым, және де кубиктеп жақсылап турап дайындап аламыз. Барлығын турап болған соң мен табамды алдын ала қыздырып қойдым. Соған сары майды салып, және де корица мен қант салатын боламыз. Қантымыз ерігенше араластырамыз. Содан соң жаңағы турап алған алмамызды салып, алмамыз сәл қызарғанша пісіріп аламыз. Міне салмамыз осылай әдемі болып қызарып, дайын болу қажет. Содан соң қамырымызды алып, бүтіндей бір 4 бөлікке бөліп аламыз. Және де бір-бірлеп ала отырып, оқтаудың көмегімен жақсылап жайып аламыз. Жайып дайындап алған қамырымызды мен осылай 4 бөлікке бөлдім, және де үстінен пышақтың көмегімен осылай кесіп шығамыз. Содан соң салмамызды салып, әдемілеп орап шығамыз. Және де осылай печеньеміздің бәрін дайындап болғанша пешімізді 180 градусқа қыздырып қойсаңыздар болады. Міне барлығы да дайын болды, және де қамырымыздың үстіне осылай жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз. Және де 25-30 минут 180 градуста пеште жақсылап қызарғанша пісіріп аламыз.